Бүгін Әлихан Бөкейхан университеті гуманитарлық факультетінің педагогика және психология кафедрасының профессорлық оқытушылық құрамының ұйымдастыруымен қаламыздағы номер 39-шы Әлихан Бөкейхан атындағы жалпы білім беретін мектептің ұстаздарымен білім беру аясындағы педагогтарға психологиялық педагогикалық қолдау тақырыбында оқу әдістемелік семинар жұмысы жүргізілді. Жалпы бұл семинардың негізгі мақсаты білім беру аясында жұмыс жасап жатқан педагогтарға оқытудың белсенді әдістерімен қалай жұмыс жасауға болады, жалпы педагогтардың басында кездесетін эмоционалды қажумен қалай күресуге болады және психологиядағы интеллект мәселелеріне байланысты психологиялық педагогикалық тұрғыда, теориялық және практикалық тұрғыда көмектер көрсетілді. Бүгінгі семинар барысында сонымен қатар қазіргі білім беру, жаңартылған білім беру жағдайында оқытудың белсенді әдістерін, формаларын педагог қалай тиімді қолдануға болады және эмоционалды қажуға ұшыраған педагогтар өздерінің жеке бастарымен қалай психологиялық тұрғыда өз-өздеріне көмек көрсете алады. Міне осы тұрғыдан кафедраның профессорлық оқытушылық құрамы үлкен психологиялық педагогикалық тұрғыда жұмыстар жүргізді деп айтуға болады. Бүгін біз Әлихан Бөкейхан атындағы университеттің педагогика психология кафедрасының өткізіп отырған қазіргі білім беру жағдайындағы педагогтарға психологиялық қолдау жасау деген тақырыптағы семинарына қатысып отырмын. Бұл семинарда мектеп мұғалімдеріне педагогика психология кафедрасының ұстаздары қазіргі заманға сай жаңа оқу стратегияларын үйретіп, жәнегі солармен таныстырып, оларды қалай қолдануға болатын іс тәжірибемен бөлісіп жатыр. Бұл семинардың бізге беретін пайдасы үлкен. Өйткені біз өзіміздің оқушыларға білім беру барысында жаңа әдіс тәсілдер мен стратегияларды қолдануға қосымша біз көмек аламыз. Және мұғалімнің эмоционалды жағдайда қалай жұмыс істеу керек, қандай жәнегі ситуациялық жағдайлардан шыға білу керек, соны жәнегі осы педагог психолог мамандар бізге жәнегі үйретуде. Бұның әрине бұдан әсеріміз алатын әсеріміз жақсы. Біз жәнегі осы университетпен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасаймыз. Болашақта да осы жұмысты жалғастыра береді деп сенемін.